Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін біз аяқ бұлшықеттерін жаттықтыратын боламыз. Жаттығулар толығымен штанга және гантельдің көмегімен орындалады. Олай болса бізде бірінші жаттығу штангымен отырып тұру. Мен жаттығудың алдында жүгіріп, буындарымды қыздырып, белімді барлығын қыздырып алған. Енді біз штангымен отырып тұрамыз. Әр подход сайын салмақтарды көбейттіріп отырамыз. Достар, бірінші техникасын көрсетуге кейін, техникасы міне осылай. Штанганы алғаннан кейін аяқты иық деңгейімен бірдей басып, сәл екі жаққа аяқтарын қаратып, және кеудені алдыға максималды шығарып, отырған кезде 90 градустан сәл төмен отырып, қайта тұрамыз. Тұрған кезде аяқты толық жазбаймыз. Осылай жасайтын боламыз. Жасалу техникасы осылай. Ал енді салмақты қосып, ары қарай жаттығуды жасаймыз. Міне достар, грестің өз салмағы 10 келі, 2-5 килограммнан 20 келі болды. Осы 20 келімен жаттығуды бірінші аяққа жақсылап тұрып қан жүгіртіп аламыз, яғни памп беріп аламыз. Жақсылап 20-30 рет отырып, содан соң барып жаттығуды бастаймыз. Достар, аяғымызға жақсылап тұрып памп бердік. Енді ары қарай салмақтарды қосып, жаттығуды әрімен қарай жалғастырамыз. 10 келіден қосып, әр подход сайын салмақты көбейттіріп отырамыз. Достар, ремен тағылайық. Ал кеттік. 12 рет отырып тұрамыз. Тағы салмақты көбейттіреміз. Үлкен білгінділерді салып жаттығуды жалғастырамыз. Достар, бүгін ауыр салмақтармен аз қайталым жасаймыз. Яғни бұл пауэрлифтингтің стилі. Ауыр салмақтармен 4-5 қайталым жасап, әрі күшімізді нығайттырамыз, әрі бұлшықетті де өсіреміз. Олай болса достар, мына жерде салмақ 42. Осыны жасайтын боламыз. 3-4 қайталым жасаймыз. Достар, 5 қайталым жасадым, енді тағы да 5-5 келіден әр подход сайын қосып жаттығуды орындаймыз. Достар, тағы да 5-5 килограммнан қостым. Салмақ бұл жерде 52 болды. Енді біз штангымен отырып тұрған кезде тұра алмай қалған жағдай болса, онда бізде мына жіп көмектеседі. Бұл страховканың қызметін атқарады. Осыны байлап отырып тұрамыз. Егерде отырып тұра алмай қалған жағдай болса, астынан шығып кетеміз. Бұндай ауыр салмақтармен жұмыс жасағанда белді байқау керек, жақсылап қыздырып алу керек. Алдында жаттығу барысында және осындай страховканы қоюыңызға болады. Бұл өте жақсы көмектеседі. Бұндай ауыр салмақтармен жұмыс жасағанда. Бұл әрине қатты ауыр емес, бірақ менің жағдайымда бұл маған нормальный рабочий салмағым. Ал кеттік. Hey!
Достар, белдікті бірден шешіп тастаймыз. Қан айналымын қысады. 4-5 қайталым. 2-3. Ёпана. Машқара аяқтар күші қатып қалды. Енді достар, осылай страховка жасайды осы жіп. Өте жақсы көмектеседі. Осылайынан осы салмақпен енді тағы жасап көремін, или тағы азайтам. Сөйтіп аяқтарды барынша қалдырамыз. Ал енді бізде келесі жаттығу штангымен жүретін боламыз. Яғни выпады. Достар, енді біздегі екінші жаттығу бұл гантельмен орындалады. Штангымен де болады, мойынға салып. Бұл енді выпады деп аталады. Выпад, яғни гантельмен гантельді алып қадамдар жасап 20 қадам жасайтын боламын. Осылай 20 қадамнан 4 подход жасайтын боламын. Міне былай орындалады. Бұл жаттығуда бізде аяқтың алдыңғы бөлігі де, артқы бөлігі де жақсы іске қосылады. Міне достар, осылай 20 қадамнан 4 подход жасайтын боламын. Достар, жаңағы жаттығудан кейін, яғни гантельмен жүргеннен кейін аяқтың арттан балтырға, яғни икры дейді, осыған кішке береміз. Осы штангымен мынау блинойдың үстіне тұрып, осылайынан тұратын боламыз. Аяқты көтерілген кезде 1 секундтай ұстап, бұл жерді сезіп, қайта түсетін боламыз. Ал достар, осымен менің видеом өз соңына жетті. Егер де видео ұнаса лайк басып, пікірге өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Және төмендегі қызыл подписаться мәзірін басып, жанындағы колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңадан шыққан қызықты видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Және де менің алдағы 30 күндік трансформация видеомды жіберіп алмас үшін де каналға жазылуларыңызды сұраймын. Олай болса достар, видеомыз аяқталды. Келесі видеолардың бірінде жүздескенше сау болыңыздар.